Ли, прием. Видно меня? Здравствуйте, да, видно. Так, что-то у нас два организатора, это я так. Это, И, скорее всего, я и вы. Жан, попробуешь презентажку включить? Все хорошо сейчас. Сейчас букву поносим. Да, вот так. Экран небольшой, и понятно, как поставить, чтобы снимать с камеры. Мгм. Говорил уже про бук. Так, вот презентажку вижу. Мгм. Так, так, что зал видно? Да, видно. А Ну, один вот здесь сядет, тут на столе, его не видно будет. Его что, на камеру вот. поснимать или как? Ну, в процессе, когда он будет зачитывать, тогда, наверное, его покажем на ноутбуке. Так, А так, потом... да. Так, либо тогда вот тут еще вот здесь столик. Вот можно в процессе, когда он будет зачитывать, его покажем. А потом я вам так сделаю, но зал. Ага, все, отлично. Ну, зал не есть. Ну ладно, сейчас разберемся по ходу. Хорошо. А Так, презентацию видно, да, тоже? презентацию видно, что-то это, чуть-чуть бы расширить. Масштаб у меня маленький такой, чуть-чуть, но Так, побольше. ну это максимум. Три варианта. Ладно, мы печатные, да, раздадим, если что, три варианта. Мгм. Так, питание. Сильно позвала? Да, сейчас. Мгм. Я там стою или я где стою? Лично. Там, наверное, доложиться надо. Можно не стоять, а сесть. Ляпать. Я задаюсь. Айжан, слышно меня? Да, да, слышно. Динара, нужно начать регистрацию жителей, записать их в листе регистрации до начала слушания. Жан, подожди секунду. Что еще раз? Так, все, сейчас регистрацию начнем. Ага, хорошо. Ну, презентация есть, можем вот здесь показать, да? Есть вот на бумаге презентация. Нужно, чтобы на видео. Да. Да, да, да. Я сейчас. Видео.
Можете, пожалуйста? Регистрация. қатысқан адамдардың жалпы Сәлеметсіздер ме, құрметті тұрғындар? Қоғамдық тыңдау өткізу ережесіне сәйкес сіздер міне тіркеу парағында тіркелу керексіздер, өйткені қоғамдық тыңдау барысында сұрақ қоятын болсаңыздар, тіркелмеген адамдардың сұрақтары кейіннен хаттамаға енгізілмейді. Сол себепті барлықтарыңызды тіркелулеріңізді сұраймын. Рахмет. О, Тимур. Қазақта мақал бар ғой, жоғалған пышақты салатын деп. Сен деген есіміз научика мына алысың шлем. Мына қош орай. Көз үйренсеңдер бұрсыздар шаяқ отырған да. Bir türlü yapalım. Çifte bir tane anlatamam. Fakat sen anlatamam. Ben kızmıyorum. Zor mu yapar? Yıllardan dayanamam. Akçak acıyan yapıyor. Anlatamam. Kızım kalay var biraz. Finalde tutar. Al. Ben başta baş değil. Al. Kaç? Kaç yılında? Kim o kaç yıl? Жан, слышь? Kaç yılda o kadar o kaç? Жан. Finalsın basıp протокол tutar. Да, слушай. Сейчас Акиму расскажи порядок, что-то Динара интересуется сейчас. Ага, хорошо. Какие видео, если можешь? Презентация. Nereye koştun? Geldim. Компьютерде. Хорошо. Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Майжанбот, сізбен өткенде хабарласқанмын. Қазір қоғамдық тыңдау ережесіне сәйкес сіз председатель ретінде бастап берсеңіз, секретарь таңдап, регламентті бекітіп, содан кейін баяндамашыға сөз беріп, баяндамадан кейін сұрақ жауапты тұрғындардан сұрақ жауапты алуға болады. Жақсы. Қазір барлық тұрғындар тіркеуден өткеннен кейін бастай берсек болады. Turundan tutuyorsun. O da. Var mı? İspan'ın bir şey mi? Yok. Asıl oturun. Ülkemde. Bu cinasın online parmaklığı yürü, bunlar geri yürü olmuş yok olur. Kapıstan. Biz de özümüz karşı oturup, ondan ben sonra cinasının birisi diyorum ki, parmaklığı, nokta, böyle parmaklığı var. Ayrıca, bakta veriyoruz ya kızım. Можно начинать или даже все сначала вернуться? Барлық адамдар тіркеуден өтсін, тіркеуден өткеннен кейін бастай беруге болады. Я тіркеліп болса, онда бастай берейік. Весельбаева Динара. Кекилбаева? Есельбаева Исельбаева? Динара. Қандай жері? Психолог? Облыс экология? Нет.
Алматы облысы. Жоқ, шығыс А? шығыс Қазақстан. Түркменстан облысы. Біз сонда экологиялық орталық жоқ па? Жоқ, біз Мекемеміз. разработчиктер. Разработчиктер. Ал қанша бюджет бар еді? Бұрынғы сол қандай? Ал? Бастай береді болды? Иә, бастай беріңіздер. Онда сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық қорғауға қатысушылар. Мені бәріңіз танисыздар. Осы ауылдық округтің әкімі. Атым Жеңісбек, фамилиям Алиасқаров. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың төрағасы болып қазір саналамын. Қазіргі уақытта естеріңізге салатын мәселе қоғамдық тыңдауларды өткізу ережелеріне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың барлық процесін бейнежазбасыз жүргізіледі. Бүгін 30-10-25 жылы ашық жиналысқа Қазақстан Республикасының Алматы облысындағы тұйық кен орнын ашуға дайындауға және тәжірибелік өнеркәсіп кәсіпкерлігіне арналған полиметалл қорғасын бар кендерін өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспары объектісі бұрыннан орындалған жобаны толықтыру және түзету технологиялық бөлім әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін құжаттар жиынтығы шығарылады. Белгіленген қызметтің бастамашысы Слава Сервис компаниясы. Слава Сервис жауапкершілігі серіктестігі қоғамдық тыңдауларды ашықтап жариялайды. Қоғамдық тыңдау өткізу ережесіне сәйкес хатшымызды сайладық. Хатшы қоғамдық тыңдауға байланысты хаттаманың мемлекеттік және орыс тілінде сапалы жасауға жауапты болады. Бұның бәрін оқып өтпей қояйық. Ашық дауыс беру арқылы қоғамдық тыңдаулардың хатшысын сайлауды ұсынамын. Ашық дауыс бересіздер. Қорытындысы бойынша ұсыныс беретін кезде. Хатшы ретінде қазір біз Еркебұлан ғой? Роза ма? Қасымбекова Розаны ұсынып отырмыз. Хатшының бекітуіне қарсылықтарыңыз жоқ па? Жоқ. Бірауыздан онда келісілді. Қолдарыңызды көтеріп кетсеңіздер, ана видеода белгілену керек. Евгений Александрович, можете показать зал, что они проголосовали? Все, спасибо. Түсінілді, қарсы қалыс жоқ. Бірауыздан бекітілді. Екінші, тәртібінде мәселе ұсынылады. Аталған жобаға қатысты материалдарды баяндама түрінде қарастыру берілген уақыт 15 минут, баяндамаға 15 минут беріледі. Сөйлеген екінші сұрақ жауап өздеріңізден келейік. Қоғамдық тыңдау барысында барлық қатысушылар өз пікірлерін білдіріп және баяндамашыға сұрақ қоюға мүмкіндіктеріміз бар. Оған берілетін уақыт 10 минут. Қорытынды жасау және қоғам жиынды тыңдауды жабу, оған берілетін уақыт 5 минут. Дауыс беруіңіздеріңізді осының бәрінде дауысқа салып отырамыз. Осы күн тәртібінде, күн регламентінде, жиналыс регламентінде дауысқа салам. Келісесіздер ме? Баяндамашыға 15 минут дедік, сұрақ жауапқа 10 минут дедік, қорытындылауға жиналысты 5 минут дедік. Осыған келісесіздер ме? Жиналыс регламентінде. Онда дауысқа салам. Бірауыздан келісілді. Бекітілді. Онда хатшы тағайындалды, жиналыс регламентіне келістік. Ендеше баяндамашыға сөз берейін. Баяндама жасау үшін сөз Есенбаева Динара қызымызға беріледі. Эколог, осы жаңағы жобаны разработка жасап жатқан мекеменің маманы екен. Онда сөз өзіңізде.
Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Менің атым Динара, мен жобалаушы ұйым өкілі. Енді мен бастаймын. Қазақстан Республикасының Алматы облысындағы кен орнын ашуға, дайындауға және тәжірибелік өнеркәсіптік пысықтауға полиметалл қорғасын барит кендерін өндіру, бұрын орындалған жобаларды толықтыру және түзету технологиялық бөлім өнімділік талқылау жұмыстарының жоспарына әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін құжаттар жиынтығы бойынша қоғамдық тыңдауларға баяндама. Қарастырылып отырған тау-кен жұмыстарының жоспары кен орнының қорларын пайдалануға беруді жеделдету мақсатында әзірленді және 2020 жылы мемлекеттік экология сараптамамен келісіп Алматы облысындағы кен орнының полиметалл кендерін өндірудің жұмыстарының жоспарына қосымша болып табылады. Осы тау-кен жұмыстар жоспары шеңберінде кеннің типтік көтерілуін қамтамасыз ету мақсатында қосымша жанахмет оқпанын салу көзделеді. Сондай-ақ полиметалл қорғасын барит кендерін өндіру жөніндегі өндірістік қуаттылығы 1 миллион тоннадан 300 мың тоннаға дейін төмендету жоспарлануда. Негізгі жобалық шешімдер өзгеріссіз қалады. Экологиялық кодекстің екінші қосымша санының 3.1 тармағына сәйкес қарастырылып отырған нысан бірінші санатқа жатады. Кен таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда қатты пайдалы қазбалардың өндіру және байыту. Кен орны Алматы облысында Кеген ауданының аумағында орналасқан. Ең жақын елді мекен Тұйық ауылы жер қойнауы учаскесінен солтүстік бағытта 1 километр 100 метр қашықтықта орналасқан. Тұйық кен орнының кендері жер бедері күрделі, қатты ілінген аумақта орналасқан. Ал жабына қалып болғандықтан кен орнының жер асты тәсілмен егеру көзделген. Кеніштің өнімділігі кен орнының егеру кезінде 300 мың тонна кен, оның ішінде 150 мың тонна қорғасын, 150 мың тонна барит кені құрайды. Кен орнының жер асты тәсіліне егеру үшін оны жер бетіне тік оқпай, желдеткіш беттік көтерілу жолы, көлік емісі, вершлактар жеткізу, желдету штректер мен орталар арқылы ашу жүзеге асырылады. Кен орнын ашу бөлігінде 2020 жылғы тау-кен жұмыстары жоспарының материалдарымен салыстырғанда штольнерлармен және автокөлік штректермен ашу жанахмет және орта скип оқпандарында ауыстырылды. Жанахмет оқпаны кенді жыныстыры көтеруге арналған 2 скиптік көтергішпен әрқайсысының сыйымдылығы 6 тонна скиптермен, баспалдақпен және құбыр кабельдік бөлімше жабдықталды. Тау-кен массасын материалдарды жабдықтарды түсіруге, көтеруге және пайдаланған ауылына беруге арналған. Кен орнын игерудің технологиялық тәртібі дайындау, ашу және 2-3 горизонтты қазып өндіруді, сондай-ақ дайындық кию және тазарту жұмыстарының фронтын дамытуды көздейді. Тауларды қазу жұмыстарын өздігінен жүретін машиналар кешенмен жарылғыш бұрғылау әдісімен жүзеге асырады. Жұмыс горизонттарынан тау жынысын тасымалдау жерасты мини-КДМ немесе мини-автосамосвалдар арқылы горизонттар бойымен жанахмет оқпанын рудата шығару пунктіне жеткізіліп, жер бетіне шығарылады да, әрі қарай бетке көлік жолы арқылы автосамосвалдармен шөгінділерге тасымалданады. Тау-кен жұмыстарының режимі жыл бойынша үздіксіз жұмыс аптасымен тәулік бойы ауысым ұзақтығы 12 сағат вақтылық әдіспен қабылданды. Қызметкерлер саны 100 адам. Әрі қарай қоршаған ортаның жеке компоненттеріне егжей-тегжейлей әсер етуге қарастырыңыз. Ауа ортасы әсер ету атмосфералық ауаға эмиссиялар. Қарастыру Осы бөлімдер тоспағындасың. Бізге ең керекті осында. Микрофон берейік бар. Өйткені арт жағын сөз келмей қалады.
Анау қазақшаға кейбір сөздер тілі келіп бермей қалыватыр. Мен байқап отырмын. Дұрыстап түсінбей қалмай жүрмеңіздер. Түсінбеген жерден болса сұраңыздар. Микрофон қосыңдаршы қыздар. Микрофон қосып береді. Артынан бар, дұрыс естілмей қалады. Естіліп ма, дұрыс болды? Ал артынан естілмей қалмасын. Жақсы. Тақтыра оқиды, асықпай оқиды. Мағынасын түсіндіріп. Қарастырылып отырған тау-кен жұмыстары жоспарының жобалық шешімдерін жүзеге асыру нәтижесінде 2020 жылғы жоба материалдармен салыстырғанда атмосфераға теріс әсерінің айтарлықтай төмендеуді байқалды. Шығарындау көлемі орташа есептен 3 есе астам көлемге қысқарды. Ластаушы заттардың таралуына жүргізілген есептеу негізінде есептік санитарлық қорғау аймағымен шекарада, сондай-ақ жақын маңдағы тұрғын аймақта ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген шоғырлануына асып кетуіне болмайтыны анықталды. Шығарындылардың алдын алу, азайту жөніндегі арнайы іс-шаралар ретінде тау-кен жұмыстарының жоспарында су перделері бұрғылау, тау-кен массасын тиеу және көлік жұмыстары кезінде суары арқылы шаң басуды көздейді. Қарастырылып отырған объекттің атмосфералық ауаға бағалау әсері қолайлы деп сипатталады. Су ортасына әсері. Лицензияланған аумақтан шығыс бағытында шамамен 930 метр қашықтықта Қазыбай өзені өтеді. Лицензияланған аумақтың батыс шекарасы бойынша Түйкісу өзені өтеді. Осы су объектілері үшін құзыретті органдармен су қорғау аймақтарымен белдеулерінің шекарлы бөлгеленген. Тікелей жерасты қазбалары. Бірінші жаңағы атмосфераға қандай әсер етеді дегенді айтып түсіндір ме? Түсінікті айтылды ма? Сұрақ болады ғой, сен оқи берсін. Жоқ, қазір оқып кетіп қалатын кейін тоқып кетпесін деген ғой. Болады сұрақ. Мұнда оқиды. Тікелей жерасты қазбаларының орналасу учаскесі Түйкісу өзенінен 700 метр және Қазыбай өзенінен 770 метр қашықтықта орналасқан. Бұл мөлшерлер Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2013 жылғы 18 мамырдағы номер 19-1 бөлшек 446 бұйрығымен бекітілген су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу қағидаларында көрсетілген су қорғау аймақтары мен белдеулерінің минималды мөлшерінен асады. Сондай-ақ өндіру жұмыстарын жер асты тәсілімен топырақ қабаттың 50 метр және одан төмен тереңдікте жүргізу жоспарланған атап өткен жол. Жұмыстарды жүргізу және объектілерді орналастыру Түйкісу өзенінен кемінде 50 метр қашықтықта жүзеге асырылатын болады. Объекттің операторы Түйкісу өзенінің су қорғау белдеуі шегіндегі кез келген шаруашылық қызметі болдырмауға міндеттеледі. Қарастырылып отырған нысан су айдынының ықтимал жылулық лақтынуына қоса алғанда жер үсті суларына әсер етуді болдырмайды. Өйткені кенішті өңдеу кезінде жер үсті су объектіліне ағындарды тоғу көзделмейді. Су ортасы әсері болмайды. Өйткені жер беті су объектілерінен су алу көзделмеген. Ауыз сумен жабдықтау жақын маңдағы сауда жерлерінен әкелетін бөтелкедегі сумен жүзеге асырылатын болады. Тау-кен массасын бұрғылау және тиеу кезінде шаңды басу үшін алдын ала тазартудан кейінгі бөлшектерді өндіру шахта сулары қолданылады. Сонымен қатар техникалық сапалы су үшін жер үсті резервуарлар көзделген. Су резервуарға Түйк ауылындағы су желілері арқылы жеткізіледі. Шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктерге арналған су шығыны жылына 875 текше метр, техникалық мақсаттарға жылына 54.750 текше метр құрайды. Сумен жабдықтау жүйесінде 2020 жылғы жоба материалдармен салыстырғанда өзгерістер көзделмеген. Кеніште су төгетін құбыр жобаланған. Су төгетін жүйемен ашылатын көлбеу қазбаларда және аралық көкжиекте өздігінен ағатын су төгетін
ойықтарды орнату көзделеді. Дренаждың міндетті тау-кен қазбалаған суды күндізгі бетке шығаруды. Суды жинауға, тазартуға және жинақтауға арналған су жинағыштар салынуда. Суды тазарту известің түсуіне байланысты. Технологиялық қажеттіліктеріне мөлдірілген суды алу үшін жобада 100 текше метр қосымша сыйымдылық қарастырылған. Ол сүзгілеуші тасқалаумен бөлінген және шақта қоспасымен толтырылған. Уландырғыш тоғының деңгейі артық судың рельефке ағуы мөлдірленген су сыйымдылығынан өтетіндей етіп жасалады. Су жинағыштар жүйелі түрде тазалауына қажет. Тазалау су жинағышқа орнатылған су бұрғу, кран, шланг және өрттік қондырғы арқылы шламды араластыру жолымен, сондай-ақ өзі жүретін техника арқылы жүзеге асырылады. Ағынды сулардың соңғы қабылдаушысы фильтрациялық алаңдар болып табылады. Жұрақта суларының ағуы сағатына 100 текше метр, тәулігіне 2400 текше метр, жылына 175.200 текше метр құрайды. 2020 жылғы жоба материалдармен салыстырғанда су төгу жүйесінде рұқсат етілген төгінділер нормативтерінде өзгерістер көзделмеген. Жер үсті және жер асты суларын қорғау мақсатында жұмыстар жүргізу кезеңінде бұрықтар су қорғау іс-шаралары көзделеді. Жалпы қарастырылып отырған объектінің су ортасына бағалау әсері рұқсат етілген деп сипатталады. Қалдықтардың түрлері, сипаттамалары және саны туралы ақпарат. Пайда болатын қалдықтар тізбесі слайдта ұсынылған және 8 атауды қамтиды. Оның 3-і қауіпті және 5-і қауіпсіз. Қалдықтардың пайда болуының максималды көлемі жылына 27.144,6 тонна құрайды. Барлық қалдықтар пайда болу орнында арнайы ұйымдастырылған гидрооқшауланған орындарда оларды белгіленген мерзімде мамандырылған ұйымдарға бергенге дейін жинақталатын болады. Бұл жұмыстар экологиялық кодекстің 357 бабына сәйкес тау-кен қалдықтарына жатады. Бұл жұмыстарды сақтау 12 айдан астын мерзімде үйіндіде көзделеді. Болашақта бос жұмыстарды жер қойнауын пайдалану салдарын қалпына келтіру және қою кезінде пайдалану жоспарлануда. Физикалық әсерлер. Жоба шеңберінде шудың әсер ету деңгейіне есепте орындалды. Оның нәтижелері бойынша дыбыстық қысымның шекті рұқсат етілген деңгейінен асып кетуі болмайтыны анықталады. Электромагниттік әсері сол деңгейде қалады. Өйткені кеніште оларды орналастыру аймағының электромагниттік фонның деңгейіне әсер ету мүмкін электромагниттік сәулелену көздері қарастырылмаған. Ашық жоғары температуралық процестің болмауына байланысты қаралып отырған объектіні орналастыру ауданның микроклиматына да әсер етуі жүзеге асырылмайды. Қоршаған ортаға физикалық бағалау әсері қолайлы деп сипатталады. Жер қойнауы мен топыраққа әсері. Жер ресурстары мен топыраққа теріс әсерді азайту мақсатында кеніштің жер үсті объектілерін орналастыруға арналған алаңдардың топырақтарын топырақ өсімдік қабатын алып тастау, оның кейіннен қалпына келтіру кезінде пайдалану үшін сақтау көзделген. Топырақ өсімдік қабатын алу көлемі жылына 1680 құрайды. Оны сақтау үйіндіде жүзеге асырылады. Жер ресурстарына топыраққа теріс әсер болдырмау мақсатында бірақтар табиғат қорғау іс-шаралар көзделеді. Жер қойнауын пайдалану салдарын жою кезінде одан әрі пайдалану мақсатында алынып тасталған топырақ өсімдік қабаты сақталады. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге
бөлінген жерлердің тыс жерлерді өсімдік жамылғысы мен топырақ қабатын бұзуға тыйым салу шараларын қабылдау. Жұмыстар аяқталғаннан кейін бұзылған жерлерді қалпына келтіру жүргізіледі. Және жер учаскесі, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасының кодексінің 197 бабына сәйкес жою актісі бойынша тапсырылады. Қарастырылып отырған объектің жер қойнауына мен топыраққа әсер бағалау рұқсат етілген деп сипатталады. Өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсері. Алматы облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының мәліметтеріне сәйкес түйіп кен орнының аумағын ерекше қорғалатын аумақтардың жерлеріне жатпайды. Охотзоопром Республика мемлекеттік қазыналық кәсіпорын ақпарат бойынша түйіп кен орнының координаттарда сирек кездесетін және құрып кету қауіпті төнген жануарлар түрлерінің қоныс аудару жолдары мен мекендеу орындары жоқ. Кеген орман шаруашылығы коммуналдық мемлекеттік мекеменің хабарлауынша қарастырылып отырған аумақ ішінара мемлекеттік орман қорының жерлеріне түседі. Қазақстан Республика экология, геология және табиғи ресурс министрлігінің орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті, республикалық мемлекеттік мекеме кеген орман шаруашылығы, темірлік орманшылығының жерлерін өнеркәсіп санатын аудармай, түйіп кен орнының жерасты тәсілімен игеруді келісуге қарсы емес. Тау-кен жұмыстары жоспары аясында жануарлар мен өсімдіктер әлемін сақтау шараларын қарастырылған. Жұмыстың кез келген түрін жүргізу кезінде табиғат қорғау заңнамасының бұзылуына жол бермеу жөніндегі іс-шаралар міндетті түрде орындалатын болады. Қарастырылып отырған объектің өсімдіктер мен жануарлар әлеміне бағалау әсері қолайлы деп сипатталады. Адамдардың өмірі мен денсаулығына, олардың өмір сүру және қызмет ету жағдайларына әсері. Халықтың денсаулығына нормативтен тыс әсері болмайды. Өйткені жүргізілген есептеулер негізінде атмосферадағы ластаушы заттардың шекті концентрациясының артуы, сондай-ақ жақын маңдағы тұрғын аймақта шудың рұқсат етілген нормативтер деңгейінен асып кетуі анықталған жоқ. Объектінің қызметінен болатын әлеуметтік экономикалық салдарлардың болжамы қолданылды. Жобаны іске асыру өңір экономикасының дамуына және халықтың әлеуметтік экономикалық әл-ауқатына оң әсер етеді. Қосымша жұмыс орындары құралдары жергілікті бюджетке түсетін түсімдері ұлғаяды. Қорытынды. Орындалған есептеулер оларды талдау негізінде сондай-ақ қабылданған технологиялық шешімдері ескере отырып, жобалық жоспарды іске асыру нәтижесінде тыңдауының мүмкін барлық ықтимал факторлардың қоршаған ортаға теріс әсері лицензиялық аумақпен шектелетін болады және оның шегінен шықпайды. Тиісті нормалар мен ережелерді сақтай отырып, көзделген технологиялық шешімдерін орындау және табиғи ресурстары ұтымды пайдалану кезінде тау-кен жұмыстарының жоспарын іске асыру қазіргі экологиялық жағдайға болмайды. Қоршаған ортаға материалдық өзгерістер әкелмейді. Халықтың денсаулығына теріс әсер етпейді. Қоршаған ортаға елеулі және қайтымсыз зиян келтірмейді. Рахмет. Баяндама аяқталды. Ендеше екінші бөлімге ауысайық. Сұрақ, жауап. Регламентке келістіңіз, ол қатпаған ойын жоқ. Бізге сонымен ары қарай ауысса, өздеріңіз көңіліңізден шыққан сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сұрақ қойыңыз. Şimdi bir sıra var.
жаңа Шаңтоздан барлығы жер астында жүргізілген жарайды, сұрағым жоқ. Сіздер мына су жағынан мына шешімді қабылдағанда арнайы комиссия келіп көрді ма, или қағаз жүйесіне сүйеніп келдіңіздер ме? Өйткені сіздерде ана жерде көрсетілген жер асты жұмыстары жаңағы суға қатысы жоқ та. А негізінде сол шахтың ішінен әлем су шығады. Ал енді сол шыққан суды пайдаланылған су деп жатыр. Табиғи түрде сүзгілеу, одан кейінгі заманауи фильтрация қойылған дейсіздер. Оның біреуі де жоқ қой. Прямой су бар ғана темірлік өзеніне құйылып жатыр. Оны мал ішіп жатыр. Ол төменгі неменен ластап жатыр. Енді ол тұрғаннан кейін сіздерге көргеннен кейін ол жерде тұру керек қой қазір сіздерде. А қазір сіздер айтып жатсыздар, жаңағы фильтрация бәрі өтіледі, ана мынау орнатылғанда. Ол жерде ештеңе де жоқ ондай. Жарайды, ол жұмыс қарсы емес. Жер асты әңгіме жоқ. Жердің бетінен 50 метр тереңдікте жұмыс істейтін деді. Оған келсек. Енді бізде сол жақтан шыққан суды таза күйінде бізге фильтрация жасап шығарып беру керек. Өйткені ол бір жерде тұрып қалған жоқ, ол бар, ол өзенге құйылып жатыр. Өзен барады, шарыңа құяды, шарын ілеге құяды. Бұл өзен. Сонда уже недегі кішкене ғана дүниенің бәрі әлем дүниені ластайын деді. Өрден шыққан су таза мөлдір күйінде су керек деп өзіңіз айтып отыр. Ондай қазір жағдай жоқ қой. Ол егер бұл болашақта орнатыла ма жұмысқа дейін, жұмыс басталғанға дейін, не болмай ма сол болып тұр. Енді жарайды, ол ғана бұрғылар су арқылы жұмыс жүргізіледі, оны бөліктейміз деп отыр. Жарайды, оған шамалар келеді, ал ғана бір цистерна су бір күнге кетсе, оны бір жерге апарып сүзгілеп алады. Енді ана ішінен ағып жатқан суды қалай тазалайды, сонымен нейін жетпей тұр. Айырдағандармен сіздердің әнелер екеуі сәйкес келмей тұрды. Оған қалай жауап бересіз? Сәлеметсіз бе, сұрағыңызға рахмет. Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, бұл енді жобаланып отырған жоба ғой. Қазір сол сұрақтарды сіздермен қарастырып, осы жоба аясында қарастырып жатырмыз. Ол болашақта бәрі орнатылатын болады. Жаңағы сіз айтқан неме бойынша. Бұған енді орнатылғаннан кейін арнайы құрамда комиссия құрыла ма, жоқ или тексерістен өтпей ма? Ережелерге сәйкес мониторинг жүргізілетін болады. Тексерістер болады міндетті түрде. Баттардың алдында салған объектілерді қабылдау сияқты қабылдау өтінше комиссия. Жоқ, докладта солай жасалынды. Баяндамада мен жаңа айтып жатқаным сол, мына қызым көңіліне келмесін. Ана орысша оқыған ба, мына қазақша оқыған кезде жасалынады дегендерді жасалды, қолға алынады дегендерді қолға алды деп сөйтіп жатты. Мен жаңа сіздерге баяндама дұрыстап тыңдап отырыңыздар деп жатқаным сол. Аяқ окончанияларында солай кетіп қалды. Иә, бұл жұмыстардың бәрі жобаланатын жұмыстар. Иә, кешіріңіз, сөзіңіз бөлгеніме. Қазіргі уақытта ешқандай жұмыстар жоқ, бұлардың бәрі жоспарлы жұмыстар. Яғни болашақта жасалатын болады. Жер асты болғаннан кейін жарайды, Шаңтоздан бізге негізгі қазір біздің сұрап отырған сол суды талдау керек та, өзенге құйылатын. Негізгі қатер сол болып тұр, қалғанынан біздің сұрағымыз жоқ. Иә, ол міндетті түрде тазаланатын болады, ол ондай сулар неге жіберілмейді ереже бойынша су объектілеріне. Ластанған суды су объектілеріне төгу болмайды, өйткені ол заңмен қарастырылып отырған зат. Былтыр мысалы бір жыл бойы қып-қызыл су ағып тұрды осы айда, мысалы оған ешкім ештеме деген жоқ болса. Бұл жоба бойынша соңғы жұмыстар 2020 жылы болған, одан кейін жұмыстар жүргізілген жоқ. Былтырғы болған жағдайға енді біздің қатысымыз жоқ деп ойлаймын. Өйткені 20 жылы болған соңғы жұмыстар. Біздің ауылдың сол сұранысы, сол жаңағы жағынан жақсылап. Су бойынша, иә? Бізге сол жер асты шыққан суды таза күйінде жақсы, бұның бәрі ескеріледі. Сұрағыңызға рахмет. Есіңізді айтып кетесіз бе, хаттамаға осы сұрақты енгізу үшін?
Ауыл тұрғынының азаматы есімі Қыдырбай Манап болады. Иә, баяндамаларыңда тыңдадық, енді баяндамада бәрі түгел заңға сәйкестендіріп жазылады. Тыңдадық, енді жұмыс барысында тағы көріп жатармыз. Мен қояйын деген сұрағым, жаңағы ішіне шыққан, жер қойнауынан шыққан қарауларды жаңағы алып іске арқылы шығарамыз дедік, ол түсінікті. Енді соңына тасымалдау жерінегенде жаңағы өз ішіндегі көлемінде жеңіл жаңағы самосвал көліктермен тартылады деді. Енді былай сыртқа қарай өнімді тасығандағы ненің машина көліктің несін айтпаңыздар. Мына біздің жол жаңағы 15 тонналық машинадан ауыр машинаны көтермейді. Оны ауылдың бәрі қалып біледі. Мына жолдың жартысы салынып, жартысы салынбай тұр. Соны қандай көліктермен тасисыздар, соны анықтап айта кетсеңіздер. Бұл технология бойынша Фархат жауап бересіз бе? Темір өзенінің бойы. Жол туралы мен бір не айтып кетейін онда. Проектчилер үстінде бар. Танытқан талап. Проект жасап жатқан компанияның өкілі. Жол туралы біз мына заказчиктермен сөйлестік. Біз ол жолды өттік, бір зерттеу жасап өттік. Бірнеше жерден су ары бері өтеді. Сайдың іші болғанмен де су ары бері өтеді. Бұл жерде тастардың құлау қаупі бар. Тағы да басқа оның бәріне жаңағы укрепление жаңағы бекітіледі. Сеткімен, металл сеткімен бекітіледі, құлап кетпес үшін. Содан кейін судан өткен кезде өзіне әрбір өткелге көпір салынады. Бұның барлығы жаңағы тіркеліп, қазақта жол арқылы. Бұл жолды қызмет көрсетуі бәрі қарастырылып тұрады. Көпірлер бұзылып енді көктемге күзде су тасқыны ескеріліп, онда күрделі қайта жөндеуден өткізіліп тұрады. Жаңағы график бойынша. Ал енді ол жолдың бойында Охотзоопром аң шаруашылығының кордоны бар екен. Оның кейін жаңағы орман шаруашылығының несі бар. Мен ойлаймын, ол кісілерде біздің тек мына жұмыс істеп жатқан адамдардың, компанияның техникасының оның тазалығына, майының ақпауына, жанармайдың ақпауының бәрін қадағалап отырылады деп ойлаймын. Ол да қарастырылады. Сондай жағдай енді руданы шыққан өнімді өңдеу үшін фабрика салынады екен, ол Ақсай платасында болады екен. Осыдан 30-35 километр жер. Енді техникасын біз енді компания, проект жасау компаниясы бойынша бізде ретінде бізде республикамыздағы ең жоғары маманды геологтар осы проектіге қатысты қатыстырушылардың барлығы да білікті мамандар, сертификаттары бар, барлық несі нетілген жаңағы құжаттармен қамтамасыз етілген бірінші категориялық компаниямыз. Бізде фақат осы жерде жігіттер көбісі біледі. Біз осы Қытайлармен жұмыс дегенде олар тек әйтеуір тез салып кету мақсаты. Біздің жігіттер, проект жасаған жігіттердің барлығы өздерінің несін енді осы заңға сәйкес, Қазақстан Республикасының заңына сәйкес нормаларды қолданып, соны жаңағы осы проектіге кіргізуге өте үлкен атсалысты, өте үлкен жаңағы неге біз соған нәтижеге жеттік. Осы проекттің жасаған кезде талай біздің орталарымызда көп
не әңгіме болды. Кері әңгімелер. Соның барлығын қазір біз келістіріп, біз өзіміздің жағымыздан осылай жасадық. Жаңағы судың ішіндегі шахтадан шығып жатқан судың ол шахта қазір істемей тұр. Ол кезінде ішінде құлау болды. Бұрынғы ескі шахтаның ішіндегі бұрынғы нелер құлап, соның ішіндегі рудалар ағып жатқан дренаждық каналдарға түсіп, соның қызарып аққандығы сол. Қазір тоқтап тұр. Оның барлығын ішінде укрепление жасады. Ағаштармен, немен темірмен бекітіп, оны укрепление жасап, шахтаны жасап қойды. Ал енді қазір біз қалған горизонтты кесу үшін, жаңағы жұмыс жасау үшін біздің инженерлер оларға заманауи жаңағы проектті ұсынып отыр. Ұсынып осын жасады. Енді мен ойлаймын, бәрі осы нормаларды сақтау осы әрине осы ауыл азаматтарының да үлесі болу керек. Өйткені жан-жағына қарап, айналада қоршаған ортаны бұзып жатыр ма, бұзбай жатыр ма, оны да жіті қадағалап отырған дұрыс деп ойлаймын. Енді сол енді бұл норма бәрін жер өзіміздікі, қазба байлықта біздікі, біздің өкіметке одан пайда түседі, осы жердегі азаматтар жұмыс жасайды дегендей. Алмас, сұрақ болады ма? Иә. Алматы облысы бойынша экология департаментінен есімім Жансая болады. Сіздер ПДС деген файлда разрешениеді жазыпсыздар. Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, принятые по данным заключения, которые были получены в 2020 году деп. Алайда қазіргі тыңдауларда айтып атқандарыңыз бойынша сіздер систему фильтрата, содан кейін яғни фильтрдан өткізетін нәрселерді жобалап жатырмыз, алдағы уақытта болатын нәрселер ол жобада дейсіздер, бірақ ПДС әлі не разработали. Разрешениеға кіріп тұрса, бірақ ПДС жоқ. Содан кейін алдында мен сіздерге замечание бергем, алған шығарсыздар, разработать проект нормативов допустимых сбросов с обязательным включением всех расчетов, объемов состава сточных вод и там характеристики, параметры поля фильтрации, потом технологическая схема фильтрации. Осылардың барлығын жазып, вам нужно разработать проект нормативных допустимых сбросов. Он жұмыс күні ішінде оны үлгересіздер ме? Енді оны Сәлеметсіз бе? Сұрағыңызға рахмет. Біз сіздер нелеріңізді алдық, ескертулеріңізді. Қазір неме бойынша разработать проект нормативов допустимых сбросов дедіңіз ғой. Ол бойынша былай жауап бердік. Замена схемы транспортирования руды вместо автотранспортных уклонов в степовой подъем не повлечет за собой изменений в объемах и составе сточных вод. Схеме водоотведения, характеристики параметров полей фильтрации, технологической системе фильтрации, описание путей отвода и места конечного сброса. И по этой части изменения в ПГР не вносились, в данной связи нормативы допустимых сбросов не корректировались и приняты по действующему заключению. И разработка проекта НДС не требуется. А под разрешением предполагается полученное ранее разрешение на эмиссии в окружающую среду от 2020 года, которое действует на настоящий момент. Хорошо, как получу замечание, то еще дам ответ. Да, обязательно все ответы будут учтены. Хорошо. Ага, все, спасибо. Мына енді салынатын жол өзен бойын қолап салынады. ПСД не разработали, ПСД мод ПДС разработать етпейміз деп, сонда да қоймай тұр ғой. Кім жоқ деді. енді бұл жерде айтып отырмыз ғой, суды ол бірнеше жерден кесіп өтеді суды. Сол кесіп өткен жерге көпірлер салынады. Машинаның дөңгелектері суға тимеу керек. Содан кейін бір-екі жерде тұма бар, біз оны көрдік. Онда дренажды не жасап, ағын суға жібереміз. Жол құрылысы. Бізге сол жолдың айналасында тазалық кім жоқ деді. Енді ол жерде эколог жаңағы айтып отырмын ғой, охотзоопром отыр, айналаны қоршаған ортаның адамдары отыр, кардон тұр ғой.
дұрыс қой, олар назо. Ал енді сол жерде кім ана ары бері қатынайсыздар, талқылайсыздар, кім жауап береді соны? Сіздер ала ма? Жоқ, тараптар ала ма? Талғат, пайдалану барысындағы Кім жауап береді? жаңағы ластануды кім қалпына келтіреді Енді деген оны біз енді проектировщик, біз барлық жаңағы нормаларға сәйкес жасаймыз. Көрсетеді. Біз ол нормаларға бәріне сәйкес жасаймыз. Бірақ енді ол өкіметтің немесе осы жалпы қоғамның несі деп ойлаймын. Өйткені өкімет бір контрольді не бойынша. жолға обслуживание жасайды деп отыр ғой, санитарлық жағдайға. Рас. Обслуживание айтып жолдың иесі болып қалады ғой мына нелер. Сол енді ол аяғы біткенде, жол проекті біткенде, ол салынып бәрі біткенде мүмкін ал қазір автожолға береді. Пайдалану барысында. Пайдалану барысында. Немесе осы мына заказчиктің өзінің міндетіне қойылады. Мәселе ғой. Немесе ол бір тендер ма не ойнатып бір адамдар бір компанияны туын ма немесе бір ипіні қоя ма сол жолды жаңағы күтіп баптап тұрады. Яғни ненің бәрін тексеріп, май анып тұр ма машиналардың, соның бәрін қарап тұру керек. Ал енді жаңағы машинемде біз кезінде бұлар үлкен жүк машинесін алдырып та қойған екен. Өйткені жол жаңағы несі деп 8 тоннадан артық көтермейді, ана өзінің салмағы. Асемойнар ұстап. Иә. 6 тонна ма сондай ғана. Сондай барлық нормативтерді біз пайдаланамыз. Соны нормативтерді осы проектіге кіргізіп, оны өзіміздің немізді қорғап шықтық. Солай. Бірақ сол жол салған кезде, сол жаққа жол салған кезде Қарасайдың өзінен бәленбай ағаштың бәрін қиратып кетті. Суды бойында тұрған. Ол кезде проектті ештеңе болмаған. Ол мана білместіктен жасаған болар. Қытай компаниясы келгенде Бірақ олар жауап бермейді ғой. жоқ, жауап беріп олар штраф салынды. Штраф салынып түрлі 3 миллион, қанша 6 миллион ба сондай. 2 рет штраф салынды деген. Штраф салынды. 2 талды кетіп саған, итеріп саған. Жақтан прокатор айласы. Сондықтан ол жерде ана өкімет мүмкін тағы да штат қойып мысалы не қоятын шығар кіріп шыққан кезде осы жолда. Сонда жаңағы ана бақылауға алатын автожолмен не алады ғой жаңағы орман шаруашылығы. Сол жерге кордоны бар екен, ол жерде өкімет қойса, мысалы бір не жасайды. Ар жағынан төмен жағында туристер келеді екен. Жай Жол жасалып біткеннен кейін оны жаңағы пайдалану барысында тиісті службалар ол кезде ие болып кетеді. Ол кезде көбейіп кетеді. Ол мынау жол салынып біткеннен кейін оған деген бақылаушы да көбейеді, оған жай ие болушы да көбейеді. Экологияның да ие болып кетеді, мына экологиялық жағдай болды, мынаудан туристер жүріп жатыр деп жаңағы ең аяғы ауданның жаңағы кәсіпкерлік бөлмеше ие болып кетеді. Мына біздің табиғатқа келіп демалып жатыр налог көзінде. Ал бұлар жасап жатқан мәселесі бұлар осы жерде жолды жүргізу, жолды жасау жөнінде разработка жасап жатыр, проект жасап жатыр. Ағырай пайдалану бұлардың шаруасы жоқ. Жол салып осы несі табылады ғой. Ластап жатыр эколог келеді, санитарлық жағдай бұзылады, санэпидстанция келеді. Сол кезде табылады ол түсін болса ғой. Мен өз басым мысалы жол саласында істедім. Ана техникалық жол салып, мысалы үлкен жол салып жатқан кезде. Сонда алды қиюы барлығында болады ондай. Оның бәрінің рұқсаты болады. Бір талқының несін қию үшін талай рұқсатын аласыз. Суды кеші үшін көмір. Осының барлығына бұл жерде арнайы қызметкерлер бар. ГАИ дейміз ғой қазір, жол полициясының. Соның бір бөлімшесі бар. Осындай знактарға, жаңағы көліктердің жүк көтеруін транспортный инспекция. Солардың қарамағында болады. Олар өздері үшін келіп тұрады. Айтып тұр ғой, әркім ие болады, өздері ашық табылсын, әркім келіп өздері ие болады. Ол егер нарушение болып жатса, бірден компания мекемеге звонаулар балаларына үлкен мәселемен жүріп жатыр деген сияқты мысалы. Айтып тұрмын ғой, оған бәрінде біткен іске қатысты өмірде бәрі хозяин табылады. Әрқайсысы өзінің мекемесіне сөйлепші.
яғни белгісіз ғой пока кім жауап беретін. Бұлар пока, бұл оның бәрі жауап бере алмайды ғой. Бұлар жаңағы разработчиктер ғой. Жолды жүргізіп, жолды жасау үшін. Мен ойлаған проектіде мүмкін көрсетіп кете ме деген ғой. Көрсете алмайды ма? Проектіде көрсетемін. Әрқайсысы әр салаға Олар жолды проект жасап тауып болғаннан кейін бұлар тапсырма бере алмайды ғой. Енді сендер мына жол салатын жүйені бәріне болады. Заказчик өзі болады, немесе арқаны атқару болады. Кешірім өтінемін, сөздеріңізді бөлейін. Бүгінгі тыңдауда біз экологиялық жағын ғана қарастырып отырмыз. Сол себепті жол туралы, жолға кім қарайды деген сұрақтарды ол кейіннен шешілетін сұрақтар. Ал қазіргі таңда біз экологиялық сұрақтарды қарастырып отырғандықтан сол көрсетілмеді. Егер жоба бойынша тағы сұрақтарыңыз болса, Таппаған түсінікті ау. Жаңағы су мәселесі, негізгі мәселе ауа, бұл жердегі ауаның ластануына. ауаның ластануын және баяндамада айтып кеткендей 20-шы жыл мен 25-ші жылды салыстырған кезде 25-ші жылға выбростардың көлемі азаяды деп жаңа айтып кеттім. Мен сіздерге егер неметпесе презентацияны қайтадан көрсетіп жіберейін бе? Қаншаға азаятынын көру үшін. Айтылды ғой. Жақсы, сұрақтарыңыз жоқ болса, онда аяқтай берсек. Жаңағы су мәселесі дедік. Болды. Жұмыс басқарғанда шешім сол кезде табылады деп сұрақтар берді. Жол жаңағы халықтың да қойып отырған сұрақтар өте орынды. Мысалы, бұрын бастағанда бұндай, былай айтқанда бұрынғы алғашқы басталуы қарашатқан кезде жабайы басталып отыр ғой нәрсе. Жаңағы бел айтқанда шешіп жатқан суға трактор жүрді, оны трактордың бай ақтап, оның бай кетті, судың бетінде көркіндеп келіп дағы ана суға қосылды, ана судан барып дағы темірге қосылды, темір тары кетті. Ол жөнінде үлкен постоянно дүрбелең болып ғой, халық арасында наразылық туындап отырды. Соған байланысты болашақта қалай болады деп сұрақ қойып жатыр ғой халық. Орынды ғой қойып жатқандар. Бәрін қарақаттайлап жасаймыз, мынау болады, мынау болады деп баяндамада айтып деп, кейін тағы не оқып деп сұрақ қойып отыр. Ауамыз бұланып кете ме, суымыз ластанып кете ме, жолымыз қалай болады, табиғатқа қалай әсер етеді, адамға қалай әсер етеді деп халық соған байланысты сұрақ қойып отыр. Оның бәрін дұрыс қабылдау керек. Таза аймақтың біреуі. Экологически таза аймақтың біреуі. Оны ешкім мысалға халыққа бір мұздатыс етіп, халыққа ойбай келе қалғанда да бізден кейін ашыңдар, бізден келе қалғанда да бүйтіңдер. Соның басында проблема тауып отырайық, халық оны түсініп отырған жоқ. Негізгі интересующий мекеме жаңағы аяқтан разрешение алып келіп отырғаннан кейін жергілікті халықты санасыз деген әңгіме халықтан шықты. Осыны дұрыстап түсіну керек. Осыны бәрін дұрыстап түсінсек, онда қарай енді жиналысқа қалай қарайсыздар, жиналыс өту барысында. Сұрақ жауап болды ма осымен? Онда қорытынды ма? Сіз қорытындылайсыз, немені тыңдауларды жабық деп жариялап, ана сценарийдегі соңғы немелерді оқып кетсеңіз. Мен жалпы жиналыс қорытындылаймын. Назарларыңызға ұсынылатын мәселелерді айтайын, түйінді мәселелерді. Содан жаңағы протоколдарыңызда кіретін мәселелерді айтайын. Мен осындағы жергілікті атқарушы органның басшысымын, ауылдың әкімімін. Сондықтан халықтың мұң-мұқтажын бірінші жолын жоқтап, барын түгендеп отыратын мен болғандықтан, ертең қандай қиындық туған жағдайда да жауап беретін мен болғандықтан, немесе болашақта менің орнымда болатын осы жергілікті атқарушы орган болғандықтан, адам болғандықтан мен қорытындысы айта кетейін. Жаңағы айтылған сұрақтарға байланысты мен халықтың айтып отырған кейбір пікірлердің бәріне 100% қосыламын айтып отырған. Бірінші жаңағы бұл жерде экологиялық вопрос бойынша ауа ортасына әсер ету атмосфералық ауаға эмиссиялар деді. Ол жерде жаңағы қарындасымыздың да жаңағы айтқаны шынын айттым ғой. Құлағын алтын сырға кейбір мәселелерді халыққа түсіндіріп жатқан кезде кішкене орындалды, айтылды, істелді деп кетті. Осы мәселе ғана. Оны сіздерде дұрыстап түсіністікпен қараңыздар. Кішкене несінің жетпегендей болып қалды. Сондықтан бұл мәселе, бірінші мәселе, бұл алдағы уақытта атқарылатын мәселені айтып жатыр. Алдағы уақытта ауаға осыған дейінгі қарапайым істелген нәрседен гөрі болашақта мына технологияны пайдаланған кезде жаңағы ауаға
жаңағы чаң басамыз деп жатыр қарапайым. Сөйлер сулар қойылады деп жатыр. Судармен мезгілді нагрузка етіп чаңның көтерілуін, сол жатқан азаматтардың денсаулығына зиян келтірмеуін қарастырамыз деп жатыр. Осындай мәселелер мынау кітапта кереметтей жазылған, мынау кітапта санитарлық жағдайда бәрін ескерілген, экологиялық жағдайда. Тура осы қалыпта болатын болса, онда действительно келісуге болады, действительно жаңағы зиянды болмайды деп ойлаймын. Төмен болады деп тұр ғой. Рұқсат етілген деңгейде болады деп тұр. Сол сияқты мына су мәселесінде де жаңа беріп отырған сұрақ қой. Олар жаңа айттым ғой. Осыған дейін істелген кемшіліктер көп, недоработанный нәрселерді атқарды. Судың бәрі кетті, майда болды, басқа да болды, суға үйтті дедік. Оның бәрін дұрыстап қабылдап, дұрыстап түсіндіруіміз керек. Болашақта осының бәрі мына жерде айтқан технологиялық процестерді сақтаған жағдайда, мендегі айтқан өздеріңіз баяндама айтқан нәрсе сақтаған кезде, сіздер всего-навсего сіздер производствомен айналысатын адам емессіздер. Сіздер былай айтқанда нұсқаулық жасап беріп отырсыздар проект. Дұрыс па? Менің түсінігім бойынша. Енді атқаратын басқа мекеме ол. Атқаратын. Осы атқаратын мекеме осы сіздердің жасап берген проекттің жобаның тура 99% орындаған жағдайда, әрине судың да жағдайы, атмосфераның жағдайында бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Жол бойынша да жаңа бауырым түсіндіріп айтты. Сондықтан да осы қайта мен дұрыс көріп отырмын, мынау разработчиктер арқылы жаңағы проектіге әр мекемеге, мысалы жол бойынша мекемеге, экология бойынша мекемелерге қазір уже жақында кірісіп тікелей қоян қолтық жұмыс істеп, болашаққа бағыт бағдар алып отыр екен. Ендеше іске сәт осы бойынша атқарылатын болса, кейін енді бұл осыны тоқтап қалмайды. Осы бітіп кетті деген әңгіме жоқ. Иә, осыны мынаны бетіп ұстап, иә, өздеріңізге тыңдалым болды ғой, сол бойынша жұмыс істеп жатырмыз деп. Қарапайым айта кетейік, мысал қазір жолдың бойында жол жасап жатыр. Біз енді облыстан шалғайдағы ауданбыз. Көп жағдайда біздің халықтың кішкене жуастығын, елдің қарапайымдылығын қай мекеме болса да басып кетіп жатады. Жол жасайды, асфальт жасап жатады, қарасаңыздар, объездная дорогаға келеді дағы, оған деген мезгіл-мезгілмен су сеуіп отыру керек. Мысалы, ауылдың ішінде де болды жағдай. Су сеуіп отыру керек жол жасаған кезде де. Мысалы, о да жолдың мәселесінде қаралады ғой, қарастырылады. Бәлен тонна су сағатына, бәлен секунд немен құйып отыру керек суға. Сонымен мәші жүрген кезде чаң болмау керек. Келесі мәшеде чаң болмау керек, өтіп жатқан адамда чаң болмау керек, ауада чаң көтеру керек деп айтылады. Бұл осындай жоспармен жасалады. Бірақ та ол орындалу барысында, жұмыстың атқарылу процесі кезінде осының бәрі орындалмай қалады. Ескерілмей қалады. Содан барады да ауылдың ішінің бәрі чаң, кетіп барсаңыз көшенің бәрі чаң. Қай объезге барсаңдар, бізде жақта бір объездной дорогада машинаңды жуып шығасың, асфальтпен кетіп барасың, объездной дорогада түскен кезде машинаң чаң болады шаңды. Мысалы, тура осындай жағдай мына жерде қайталанбау керек. Міне халықтың талап ететін осы ғана. Оны жаңағы атқарушы, жаңағы сервис бар, мысалға жасатамын. Енді оны жасайтын да басқа компанияға жасаған жатыр ғой мәселе. Осының бәрін дұрыстап жасатып, заказчик ставлный сервис жасайтын басқа компания келіп жасайды. Скип орналастырып жатыр, ішін жасап жатыр. Осының барысында барлық технологиялық процесстер сақталса екен дейміз. Халықтың атынан сол айтады. Ал ол сақталмаған жағдайда сөз жоқ, жаңағы қарама-қайшылықтар туындайды, халықтың арасында наразылық туындайды. Одан барады да айналып келіп тағы да халықтан көреді, өзі халық бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Деп жаңа айттым ғой, ешкімді біздің халық ұстап шақырып әкелген жоқ, жалынды. Өздері келіп осы жерге ғана келіп, былай айтқанда жақсылықтың ең үлкені біреуге зиян тигізбей қойды. Мәселе жақсылықтың ең үлкені сол. Адамгершіліктің ең нүктесі жоғары нүктесі сол. Осында жергілікті халықтың өміріне, денсаулығына, күнделікті тұрмысына көлбең етіп, ойына келістеп жүрсе, кім болса да ренжиді. Былай айтқанда психологиялық әсер етпеу керек, дұрыс сақталып, бәрі нормалардың бәрі қалпында жүрсе, онда халықтың қарсылығы жоқ деп ойлаймын. Менің айтатын қорытынды сөзім осы. Онда не істейміз? Дауысқа саламыз ба, жиналыстың қорытындысын? Жоспар бойынша. Регламент бойынша ма? Регламент бойынша
Қорытындылап кетсеңіз, ана мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың барлық ескертулермен деп деген жерден бастап. Так, ол да қорытынды болса, мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың барлық ескертулері мен ұсыныстары қоғамдық тыңдаулар хаттамасында көрсетілетін болады. Қоғамдық тыңдаулар, bunu халыққа айтып жатырмын, жиналыс қатысушыларға. Қоғамдық тыңдаулар мүдделі жұртшылықтың қатысуына байланысты өткізілді және жабық деп жарияланады. Жақсы, рахмет қатысқандарыңызға. Сау болыңыздар. Осындай протоколдар есеп болды.